Әскерге барасың деп андай беріп жүрсіңдер ғой. Қандай? Пригласительный. Повестка беріп жүрсің. Повестка, повестка. Повестка деп жазылып тұр ғой. Дұрыс қой, жазылғанда О болып жазылады, айтылғанда А болады, повестка. Сонда біздің үйде Сапар қожаны Софар қожа деп жаза ма? Бері жақында. Атың кім? Атың кім деймін? Ақабай. Ақабай. Ақабай, басындағын шеш. Басындағыңды шеш деймін. Ой, бұл. Сен дайындалып шықтың. Әскерге барасың ғой енді? Барғым келмейді. Неге? Ұрат дейді қояқта. Енді кәдімгі дайындалып. Ішің ауырып қалады. Мен былтырда барған жоқпын мен. Былтыр неге бармадың? Аурусың Годен деді ғой. Годен деді? Аурусың. Годен десе сен саусың ғой ойны? Сау емеспін мен. Табаным ауырады мен. Айтты ғой, табаның плоскопс екен деді ғой. Плоскоскопия шығады. Тағы қай жерін ауырады? Сосын мен әскерге барғанда мен уақытылы шай ішпесем басым ауырады менің. Сүттен шай ішуім керек ғой барда. Апамның баласы болдың ғой, иә? Иә деп қояды. Атам айтады маған, отаның қорғанша малың қорға дейді. Малды қайтесің, отаның аман болсын бірінші, отанды қорғауға барасың. Мен қорғамасам да басқалар қорғай берсе болатын шығар. Зіңгіттей азаматсың мен, дайындалып шығыпсың. Формада берудің қажеті жоқ саған, кәдімгідей киіп келіпсің бәрін. Барсайшы. Ойға барғанның бәрі дені сау болмай келіп жатыр ғой. Бас ауырады дейді ғой. Кім айтты оны саған? Естідің ғой? Кімнен? Мынандай жерден бір тебет дейді, мынандай жерден. Мойнынан ұрады дейді, бәрі айтып жүр ғой алда. Басынан столмен ұрады дейді сосын. Мәсімен келген не сен? Асып, аптуздан қалып қойым деп жүгіріп кеткен мен. Галошыда қалып қойып дейді ол. Молодец. Сен былай қыл, Ақабай. Сен армияға бар, әскерге бар, отан алдындағы борышыңды өте. Әскерге барған кезде сен сияқты ауылдың жігіттері кейде жақсы жүріп кетеді. Неге? Өнерлі болса тіптен жақсы жүрді яқта. Өнер бар шығар, Бар ғой. Қой бағып жүрген несейсің, азынан кешкенде өлең айтып жүрген. Ән айта аласың ба? Ол жақта запевалы деген бірінші нөмірде тұрады. Ол не ол? Ән айтатын жігіт. Ән айта аласың ба? Ояққа бармай қойын да бәрібір. Ән айтам ғой. Айтшы ғана. Жаулап алды махаббат деген. Жаулап алды махаббат. Билеп тұрып айтайын ба? Билеп тұрып айтқан, Жаулап алды махаббат. Бір бұрышқа тақабап. Бір бұрышқа тақабап. Ұятсыз ғой, мархабат деген. Мархабаты кімді? Біздің ауылда. Мархабат деген бала. Армияға барып кеп жынды болып қалды ғой. Бұрышқа тақап алады да жүрді бәрін. Сен жынды болмайсың. Сен барып қайт. Бармаймын мен. Маған итак былтыр айтқан психиатрсың деп. Психиатрсың деп? Психиатр деп врачты айтады, осы военкоматта отырады ол психиатр. Саған психсың деген шығар, может? Жоқ ай, ондай деген жоқ. Сұрақ қойды ма? Иә. Не деп жауап бердің? Абай Құнанбаев кім деді ғой? Біздің ауыл школ директоры дедім ол. Біздің ауыл школ директоры Абай ғой? Сөйтсе соны енді Құнанбаевпен деңіз, тағы не қойды ал? Қазақтың үш биін айт дейді. Оны қайдан білем мен? Сосын барып білдім ғой, ауылға барғасын. Біліп алдың ба әйтеуір? Қазақта би көп екен ғой? Қара жорға, қызыл өрік, чип-чип-чип деген билер бар екен ғой. Молодец. Чип-чип-чип. Пакетіндегі не? Не пакет анау? Апам беріп жүрген. Қауын, құрт, ірімшік. Қарның ашса жейсін деді. Әгеш, бір құрт берші онда. Бір құрт берші деймін. Сосын әскерден әп қаласың ба? Сен саудан қатты ғой кәдімгідей, бір құртпен әскерден қалайды дейсің бе? Жұрттар бір жылқы беріп қаламай жүр, бір жылқы беріп. Кім ол жылқы беріп жүрген? Сен сияқты қойшын балдар. Біздің ана қырдың ар жағында қойшын баласы ма? Қандай әп кетіп тұрғандай ол? Біздің үйдің аты жоғалып өтіп, сендер берген жар ол. Сен малым түгелден келдің. Әпте қалай береді ол? Ешкінің лақ емес қой, жылына 2 рет тот бере салатын біреу мәдіп. Берсей бір құрт. Пиреске әпересің бұны осың? Білмейді, орна пиреске. Ұрлап апты қой бәрін. Жоқ қой. Абайламайсың мен. Қалада қиын. Автобусқа міндің ба? Иә. Астына тіліп кетті кәдімгідей. Ой, ішінде орамал қорған ақша да барды ғой.
Ya. Енді сен қайтатын ақша бересің маған. Сен кім үйдет басыма бөле болдың ғой? Оны неге лақтырасың? Оны не қыласың енді? Барғасын апам тігіп береді оны. Пакетті ма? Иә. Дүние қоңыз. Армиядан қалғың келе ма? Иә. Сол атам айтады саған, бір мәлімеге келіп сөйлесіп, бір тоқты беріп алқасын дейді. Мәлімеге деді ме, мәминеге деді ме? Иә. Военный аттестат бере салсын дейді саған. Военный билет берем саған. Билет беріп, тағы да пойызға мінгіш жерінде тұрсын ба? Болмаса военный диплом бер. Мақыл, военный диплом берем, бірақ ол 2 жылқы тұрады. А? 2 жылқы. 2 ат па? Иә, 2 ат бересің. 2 атқа қалай мінесің? Берсе мен өзім білемін. Біздің үйдің аттары үркек ол. Сен мініп алып кетсең, екі жаққа қашса бұтың айырылып кетеді ғой. Сен 2 жылқыңды дайында, оны қалай мінеу керегін өзім білемін. Не істейтінді өзім білемін. Түсіндің ма? Иә. Жаным садақасы, сөйлесіп көреміз үймен ол. Бересің ба? Көреміз сөйлесіп. А? Көреміз ол. Сосын ана пакетті тігіп әуре болма, мен саған пакет берем, ә? Не пакет? Ана, бере саласың ба? Саған бере салып отырмын. Жылқы бергеннен айын ба? Не ол? Пакет. Ойбай, мынау. Ят қой мынау, ей. Ят қой. Несі ят оны? Апама берген ят қораға іліп қоямын апама. Мош